Сәлем баршаңызға. Бүгін демалыста Гринленд ойын-сауық орталығына келдік. Гринленд Ақтөбе қаласында орналасқан, қаланың орталығынан шамамен 3 километр жерде Елек өзенінің бойында орналасқан. Грин паркке келдік. Входқа адам басына 1000 теңге, 12 жастан жоғары. Қазір неге баратынымызды әлі шешкен жоқпыз. Ішін бірінші қарап шығайық, сосын таңдаймыз. Хаски парк бар, ішінде атқа мінуге болады, катерге мінуге болады. Ішінде кафе бар, тамақ ішуге болады. Бары бар ішінде. Бірақ ішінде адам аз сияқты. Қалай іші ұнады ма? Жүрген кезде қорқынышты. Құлап кететін сияқты телефоным. Бірақ жетеміз ары қарай. Ең бірінші келген жеріміз веревочный парк болды. Алдында Гринлендке бармас бұрын Инстаграмнан қараған кезде веревочный паркке барам, бірінші, екінші, үшінші деңгейінен бәрінен өтем, өзіме челлендж ұйымдастырам деп ойлағанмын, бірақ барған кезде қорқынышты болып қалды, сондықтан да тек астыңғы жолдарымен өттік. Өзімше барлық кедергілерден жолдардан өттім деп, ең шетіне келгенде қуанып, кассаға ақша төлеуге барсам, кассадағы жігіт айтады, жоқ, бұл балаларға арналған жол, ақша төлемейсіз деп. Одан кейін біз барған жер, біз асыққан жер Хаски парк болды. Хаски паркте не істей аласыз? Кассада адам басына 1000 теңге төлеп, өзіңізге ұнаған хаскиді таңдап 15 минут серуендеуге болады. Бірақ өзіңізбен бірге алып келген тамақты беруге болмайды және алысқа серуендеп кетуге болмайды. Одан кейін 2000 теңге төлеп фотосессия жасауға болады, бірақ біз барғанда бұл қызмет болмады. Адам жақындаған сайын мені таңда дегендей қатты атылады екен, шынымды айтсам соны көріп қатты аяп кеттім. Я. Міне мына үйлерді жалдауға болады. Біз барған кезде қаншама адам демалып жатты.
Бұл жерде атқа мініп серуендеуге болады. Кішкентай балаларға пони бар. Бағалары 5.000, 4.000 теңге. Осымен Гринлендтегі демалысымыз аяқталды. Сіздерге сол жердегі атмосфераны жеткізуге тырыстым. Каналға жазылып, видеоға лайк баса кетіңіз. Бұл сіздің қазақ тілді контентпен каналдың дамуына қосқан үлесіңіз.